Білесіз бе, біздің валютамыз теңге емес, сом немесе алтын деп те аталуы мүмкін еді. Әрине бұл қазір мүмкін еместей көрінгенмен де тарихи дерек. Қазақтың теңгесі түркілердің денге сөзінен шыққан. Орта ғасырларда майда күміс тиын осылайша аталған. 1993 жылға дейін Қазақстанның валютасы рубль болатын. Жас мемлекеттің өз елтаңбасы, туы мен әнұраны пайда болды. Енді экономикалық еркіндік үшін өз ақшасы керек болды. 1993 жылдың 15 қарашасында рубльді теңгеге айырбастау басталды. 500 рубль 1 теңгеге бағаланды. Бір қызығы, валютамыздың ең алғашқы дизайны қарапайым қалам, бояу және темпераны қолданып, қолмен салынған болатын. Алғашқы теңгелерде ғалымдар, ақындар, мемлекеттік және саяси қайраткерлер секілді ұлы тұлғалар бейнеленді. 50 теңгелік ақшада Нұрсұлтан Назарбаевтың бейнесі болуы мүмкін еді. Бірақ елбасы бұл ұсыныстан үзілді-кесілді бас тартты. Теңгені жасау басты мемлекеттік құпия болатын. Қазір Қазақстанда өзінің банкнота шығаратын фабрикасы бар. Ол бастапқыда қағаз ақшамыз Лондонда басылып шығарылды. Ал тиындар Германияда соғылды. Жаңа ақша небәрі 8 күн ішінде Қазақстан ұлттық банкісінің аймақтардағы филиалдарына жеткізілді. 2006 жылы теңге символына байқау жарияланды. Содан бері әлемде теңгені мынандай кейіпте танайтын болды. Темір ақшалар туралы да айта кетейін. Тиындар тек 2012 жылы ғана қолданыстан алынды. Алғашқы 2 жылда елтаңба суреті салынған қағаз тиындар қолданыста болды. Теңгенің дизайны бірнеше рет өзгерді. Адамдардың суреті әрбір қазақстандық үшін маңызды таңба, нысан және пейзаждарға ауысты. Теңгедегі ең танымал тарихи тұлға Әл-Фараби, ал Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ақшаларда ең көп бейнеленетін нысан. Біз тарихымызды жақсы көреміз. Заманауи теңге әлемдегі ең жақсы қорғалған валюталардың бірі деп саналады. Қағаз ақшаның дәуірі өтіп барады. Бүгінде экономикада электронды теңге пайда болды. Кез келген қазақстандық цифрлық ақшаға қол жеткізе алады. Біздің валютамыз тарихымыздың бір бөлшегі.